Ассалаумағалейкум, Қазақ стайлдың жанкүйерлері. Қалайсыздар? Супер орта салмаққа ауысқанымыз туралы ақпаратты оқып біліп отырсыздар. Жәнібек Әлімханұлы Қазақ стайлдың алғашқы әңгімесін өздеріңізге ұсынайын деп отырмын. Жөнібай, қалайсың? Ассалаумағалейкум. Денсаулық қалай? Жақсы ма? Аллаға шүкір, бәрі. Супер орта салмаққа ауысу қалай болып жатыр? Иә, бұйырса екінші салмаққа ауысып жатырмыз. Енді бірінші себебі бұл салмақта Канело бар. Өзіміз кәсіпқой боксқа ауысқалы жұдырықтасқымыз келетін боксшы. Сол бар. Содан кейін Шираздар бар. Баяғы біздің 160 орта салмақтағылардан ауысқандар қазір супер салмақта. Сондықтан да қазір енді промоутерлермен, менеджерлермен келісіп отырып, осы салмаққа ауыстық. Бұйырса осы салмақта өнер көрсетеміз. Екінші салмақтың әлем чемпионы боламыз, Құдай қаласа. Әдемі. Қазір ардақты ағайындар, айта кететін маңызды мәселе, WBO-ның заңы бойынша сен егер бір салмақта әлем чемпионы болсаң, жоғары салмаққа ауыссаң, сен сол салмақтың әлем чемпионына міндетті қарсылас боласың. Енді оны қазір осы апта, мен қателеспесем, Шираз бокстасады. Содан кейін WBO ресми мәлімдеме жасау керек. Негізі қарсылас Жәнібектің Шираз болып қалуы әбден мүмкін. Енді Жөнібай Ширазбен біраз бокстастың ба? Спарринг өткіздік, біраз 3 рет, қателеспесем. 3 рет спарринг өткіздік. Бір 6 раундтық болды, 8 раундтық болды. Жақсы, бала жақсы. Тың бала, қол ұзын, жабық бокстасады. Енді өзіміздің тактикамыз бар ондайға. Бізде әрдайым зерттеп жүреміз ғой чемпиондар. Енді қазір сол супер орта салмақта сол чемпион. Егер жұдырықтасатын болып жатсақ, өзіміздің тактикаларымыз бар, техникаларымыз бар, Қазақ стайлымыз бар. Соны көрсетеміз, Құдай қаласа. Әдемі ғой. Негізі мынандай пікірлер бар ғой, жаңа салмаққа ауысқаннан кейін ортада бір жекпе-жек өткізіп алу керек деген сияқты, сол салмаққа бейімделіп алу керек деген сияқты. Енді біз оған қарайын деп тұрған жоқпыз. Бірден жаңағы Ширазды берсе, немесе Мангуяны беретін болса, бірден сол салмақтағы чемпиондармен жұдырықтасуға кәдімгідей дайынбыз. Оның үстіне білесіздер, және енді жанкүйерлер біледі, біз бір рет салмақ жасаймай қалғанымыз бар ғой, орта салмақта. Оның үстіне мынау денсаулыққа да, мынау жоғары салмаққа өтуіміз бәрібір пайдалы ғой, дұрыс қой, ол да бір маңызды болды. Жаңағы орта салмақта енді көп салмақ қолап жүрдік қой. Денсаулық кетіп жатты. Сондықтан да енді уже ары қарай қайтадан бокстасудың мәнісі болмай тұр да. Ол жерде қазір ондай бір чемпиондар жоқ, атақтылар жоқ. Біздің жұдырықтасымыз келетіндер атақтылар. Сондықтан да сол жаққа барып, қазір сол Канело сияқты атақтылармен жұдырықтассақ, екі салмақтың чемпионы атансақ, ол Қазақстанымызды әлемге танытамыз. Әдемі. Біраз ет жейтін болдың ғой, 4 кило қосылды ма? 4 кило қосылды. Ет жеп, ет жинап, аяқ қолдар тың қылдырып шығу керек, Құдай қаласа. Ағайындар, осы қысқа нұсқа бір жанкүйерлерге арналған видео. Көңіл күй барлығы тамаша. Бүкіл жоспар, іс, салмақ ауыстыру америкалық промоутерлермен, менеджерлермен ақылдаса отырып жасадық. Оның үстіне Жәнібектің де жасы қазір 33-те. Өз айтқандай орта салмақта қызық жекпе-жектер қалмады. Енді супер орта салмақта біраз чемпиондар бар атақты. Берланга бар, Плант бар, атақты болып қалған Канело бар, Нбели бар, Шираз бар, Мангуя бар деген сияқты. Және де өсіп келатқан боксшылар бар. Көреміз енді, Құдай қаласа. Бірақ ең несі, бәрін басынан бастамаймыз. Кәдімгі чемпионмен жұдырықтасуға бүкіл әрекеттерді жасаймыз. Жақсы жаңалықтар болады, енді қазір айтуға болмайды, бірақ Құдай қаласа күтіңіздер. Алматы зор болып тұр.